Ғабит Мүсірепов, ана кесімі айнымайды. Горкийден. Қала көптен бері қоршауда тұрған. От төгіп, өлім еккен күшті жау қаланың шыбын жанын алқымына әкеліп қалған кез еді. Қаланың іргесінде ғана жылтылдаған жау оттары қала халқының жүрегіне инедей қадалатын. От айналасында ербиіскен ұзын көлеңкелер жұрт көңілін қатты шошытатын. Қала ауыр күрсінуде, халық үнсіз күйінде еді. Жау шеңбері қысып келіп, арандай азулар қоң етіне найзадай кіріп бара жатқанын көріп, отырған жұрт ауырсынды, бірақ қайыспайды. Жау аттарының кісінеуін, жау құралдарының салдыр-күлдірі қалаға айқын естіліп тұрды. Басым жау қарқылдап күліп, барқырап, өлең айтып мазақтай бастады. Көт ажалыңды дегендей, жанға батар ауыр азапта осы еді. Жеңеріне көзі жетіп, көңілі өсіп тұрған жаудың мазасынан ауыр азап бар ма? Қалаға су беріп тұратын бұлақтардың бәріне де жау жағы өліктер үйгізіпті. Қаланың тап іргесінде меруерттей мөлдіреп тұратын жүзім бақшасын өртеп жіберген. Сары алтындай жалтылдап, ұялған қыздай қызарып тұрған алма бақтарында жау оттары маздап тұр. Ән салып, теңселіп, тербеліп тұрған егін ортасында жаудың құлқынына арналған шошқалары бағылып жүр. Анда-санда қала үстіне оқ жауып өтеді. Қаланың көшелерінде әскерлер жүр. Олар қашаннан бері қаласын қорғаумен қалжыраған, ашыққан. Әр үйдің терезесінен жараланған жандардың ауыр ыңқылы, қызу сандырағы естіледі. Әйелдер тілек тілеуде, балалар зар қағуда. Жұрт жүрегін қайғы басып, жұрт көңілінің оты сөніп қалғандай аянышты дауыстар әлсіз ғана шығады. Талай әйел «Алламау» деп бастайды да, одан ар жағын Алласын айтуға да уақыт жоқ. Жау келіп қалмады ма деп жалт ете қалады. Қап-қараңғы тыныш түнде әрбір ыңқыл анық естіліп, бүкіл қала ыңыранып жатқандай сезіледі. Ешкімнен жәрдем күте алмай, үмітсіздік шаршатқан жұрт аспанда бір айқын жұлдыздың жарқ етпегеніне қамығады. Қаланы қалың жапқан қараңғылықта терең суда жүзген балыққа ұқсап, үнсіз ғана қозғалып, басына қара жамылған әйел кетіп бара жатыр. Оны танып қалған адамдар қолын нұсқап, «Мынау сол ма? Тап өзі» деп ығысып кетеді. Ешкім амандаспайды, жоламайды. Алапес адам көргендей қашып кетеді. Күзетшілер кездесіп қалса, «Ей, Мәрия, ашынған біреудің қолы тиіп кетсе, бізден араша күтпеңіз», дейді оған. «Тағы не айтасыңдар? Қайсың маған қол көтергің келеді?» дегісі келгендей, әйел басын жоғары көтеріп, біраз күтіп тұрады да кете береді. Бірақ ешкім онымен сөйлескісі келмейді. Ығысып өте береді. Қара жамылған әйелдің түрі, қайғыдан бүлінген белі, үнсіз ауыр қозғалуы қала басына орнатқан бақытсыздықтың бейнесі сияқты еді. Әрі азамат, әрі анайдау ол. Әрі іштен шыққан шұбар жылан, ұлы туралы, әр ананың да анасы, туған елі, өскен жері туралы толғанып келе жатыр. Әр азамат отанын сүйсе, әрбір қала сол отанның бір ордасы емес пе? Бұл кемпірдің баласы осы қаланы қолшап тұрған, қиратып жатқан, жұрт басына қыран орнатып жатқан жаудың бастығы еді. Қала халқын қойдай қырып, адам ясын аяусыз қиратып, адам баласын аяусыз шулатып жатқан сонау бұзық қаншер, о да анадан, о да бір әйелден туған. Ол зұлымды тапқан бақытсыз ана осы, келе жатқан Мәриям еді. Ана жүрегін осы қайғы жеп келе жатқан. Сорлы ана бір кезде ұл таптым,
елім үшін елеулі бір еңбек істедім деп ойланғанды. Енді сол ұл бейбіт елге бүйідей тиіп жатыр. Осы қалада осы кемпірдің өзі де туған. Қаланың әрбір тасына қанша көздің жасы тамғанын, қанша маңдайдың тері сіңгенін жақсы біледі. Осы қалада көрген мың түрлі қуаныш кемпірдің жүрегіне мәңгі орнаған. Сол қаланы сол ұлы қиратып жатыр. Ана жүрегі таразысының табағындай теңселіп, қай жағына ауарын білмей келеді. Ұлына ма, еліне ме? Анадай жерден бір әйел кездесті оған. Ол әйел жаңа ғана жан тапсырған бір өліктің қасында екі қолын көкке көтеріп, екі көзден жасын парлатып, ананың қасиетті мұңын төгіп отыр екен. Еріңіз бе еді? Деді Мәриям жылап отырған әйелдің қасына келіп. Жоқ. Аға ініңіздің бірі ме еді? Ұлым еді. Ерім өлгелі 13 күн болды. Ұлым міне, бүгін. Содан соң ұлы өлген ана қолын көкке көтеріп, Тәңірім, мұныңа да ризамын. Менен туған ұл, менің бетіме де, елінің атағына да кір жұқтырған жоқ. Елінің адал ұлынша анасының ақ сүтін ақтап өлді. Елін қорғап, ерлерше өлді. Оны бүкіл елім біледі. Құдай-ау, Мәрия кемпірдің ұлына ұқсап, анасын емшекке теуіп, ел басына өлім егіп жүрсе қайтер едім. Ұлым саған да, Тәңірім саған да ризамын. Уа, қарғыс атсын, елін, анасын сатып кеткен Мәрияның ұлын, деді. Мәрия ана бетін бұрынғыдан да бүркей жапты да кете берді. Сол бетімен қаланың қақпасын күзеткендерге келіп, не өлтіріңдер, не балама жіберіңдер. Ел ішінде отыратын не бетім қалды, жұртым. Мен тапқан бәле болса, азабын өз басым көрсін де. Сол бәленің қасына жіберіңдер. Сондай болып туған ұлым үшін мен де айыптымын. Не жіберіңдер, не өлтіріңдер, деді. Жоқ, сен анасың. Отаның саған да қымбат. Еліне жау болып кеткен ұл саған жау, деді күзетшілер. Жоқ, екінің бірі ғана болады, деді Мәриям. Күзетшілер өзара ақылдасты да, ұлың үшін сені айыптай алмаймыз. Әркім өз отына жылынады. Ұлым дегеніңмен сені ойлап қайғырған бала көрінбейді. Ойлап қарасаң, ана үшін өлімнен де ауыр азап осы да. Ар жағын өзің біл, десті. Иә, өлімнен де ауыр азап осы, балаларым, деп кемпір қаладан шығып баласына қарай жөнеле берді. Кемпір қаланы қорғап, қырғын тапқан көп өліктің ортасымен келе жатыр. Кейбір үйлерін танып қалып, басын иеді. Жасыл кілемдей жайқалған жер қанға боялыпты. Кемпірдің табанына жабысып, айырылғысы келмейді. Өліп талып, сорлы кемпір баласының шатырына да жетті. Міне, ана баласының шатырында отыр. Сонау бір тумастан бұрын болмашы ғана бүлк етіп қалған күннен бастап сүйуші еді-ау ол ұлын. Содан бері сол баласы есіне түсе қалса, мейірімді жүрек бір толамай қалған жері бар ма еді? Ұлы енді жонданып, жоталанып қалған екен. Үсті басы алтын да күміс жарқ-жұрқ етеді. Кеңкілдеп күлгенде шатыр желкілдейді. Шешем, деді баласы, Мәрияның қолынан сүйіп. Мені өзің іздеп келгенің мені ұққан екенсің. Бір сен едің қарайлайтыным. Енді күлін көкке ұшырамын бұл қаланың, деді. Өзің туып өскен қаланы күл етем дейсің бе? Деді сорлана жүрек тілін күрмей алмай. Атаққа құмартып, көзі қызарып болған жан ана сөзін ұқпады.
Мен дүние үшін туғанмын. Таң қалдырам сол дүниені. Бұл қаланы күл етпей кетсем, шамасы келмеді демей ме ертең? Деді ол шешесіне. Сол қаланың бар көшесінде өткен балалық шағыңда түспей ме есіңе? Деді Мария ана. Көше деген не, шеше-ау? Халқы мен қаласын қиратсаң көшесінде не тұр еді? Ер жеткен басым бала күннің қызығына да алданбақ па? Деді шешесін мазақтап, сақылдап күліп. Адамның жазығы не еді? Деді тағы да ана. Адамдарды айтамысың? Адам деген маған да керек. Мен адамды темір өкшеме салып бағындырып алсам, ер атағым сонда ғана шығады. Менің атағым үшін керек қалған адам. Ер деген өлім егетін адам емес, өмір егетін адам болады, ұлым. Өлімді жеңіп, өмірді қорғап, ер болсаң қайтер? Жоқ, деді есер тентек шешесіне де. Жоқ. Өмірді қорғаушыдан гөрі өмірді қиратушының аты жоғарырақ тұратынын білмейтін бе едің? Бір жола қалған ана көңілі ана мен баланың арасына тас қорғасындай түсе қалды. Талас да, сөйлесу де тынды. Ананың тәккаппар басы бұрынғысынан да төмен иіліп, үні тіпті өлімсіреп кетті. Ана алдында өмірдің қорғанышы алдына да не айтқанын білмеген қос кеуде ана жүрегін бір жола мұздатты. Барлық жанды өмірге жетелеп әкелетін ана өз басын жүрегінің бар күшімен жек көреді. Көзсіз есер, бұзақы зұлым осыны да аңдамады. Өмірді қорғауға келгенде ана тайсалар іс, ананы тоқтатар қауіп жоқтығын да білмейді екен ол. Ана бүкшиіп қана отырды да, сөне бастаған шоқтай кішірейіп, өңсіздене бастады. Баласының жібек шатырынан өзі туған елін, елінің қаласын көріп отыр. Бата бастаған кешкі күннің қызыл сәулесі қала үстінен қан төгіп тұрғандай. Ауыртпалық. Аздан соң күн батып, қаланы қараңғылық орап алып, қайғы мұңы қайта басты. Қала үстінде жарқыраған жұлдыз да, өлік басында жарқыраған шамшырақтай ғана сығараяды. Туған ел, туған қала Мария анаға қарап, қане, не айтасың? Неге байладың беліңді? Деп үнсіз телміріп тұрғандай. Мария өзінің ана екенін тағы да бір есіне алды, еріксіз. Адамды тал түсте қыра берудің өзі ыңғайсыздауда жұмыс. Сондықтан қаланы бүгін түнде жоқ қыламын, деді баласы суырып алған қанжарының жүзін сүртіп отырып. Бері келші, деді ана жауыз ұлына. Басыңды тіземе салып, азырақ қисайшы. Бала кезінде қандай еркедің? Жұрт көзіне қандай сүйкімді едің? Соларыңды есің алшы. Жендет басын шешесінің тізесіне салып, қисайды да көзін жұмды. Мен даңқты ғана сүйем. Мені дәл осындай етіп тапқаның үшін сені де сүйем, деді ар ұяттан айырылған мұндар. Содан кейін қалғып та кетті. Бұдан әрі сөйлесер сөз қалмағанын Мария ана да мына білген. Сондықтан әрі азамат, әрі ана, ананың айнымас кесімін айтты. Өлім егушіге өлім, деді. Үстіндегі қара киімін баласының кеудесіне жапты да, жарқылдаған қанжарды қара жүрекке қадап жіберді. Баласының жүрегі қай жерде екенін жақсы білетін ана қолы қателескен жоқ. Қаншер тырп етпестен қатып қалды. Жеркеніш жанның арам басын тізесінен ырғытып тастады да, Мария ана орнынан тұрды. Барлық ел, әр заманда, барлық қаншерлер үшін, барлық ананың айнымас кесімі осы да. Барлық қаншерлер, барлық елден,
барлық анадан осы кесімді ғана күте алады.